Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді белгілеп, ашық және жабық сұрақтарға жауап береді. Бұл сабақта оқушылар есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтайды, өзгенің пікіріне өз көзқарасын білдіре алады. Балалар, бейнероликті тамашалайық. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-ші. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-ші, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Қайталайық. Сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, інші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 4-ші сынып, 7-ші қатар.
Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атайды. Мысалы, 5, 6, 7. Нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім дейміз. Мысалы, 5-ші, 6-ші, 7-ші. Реттік сан есім есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, інші жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Оқушылар, үйден ережені қайталаймыз. Есептік және реттік сан есімдерге берілген сөздерді тиісті бағанға орналастыр. Берілген сөздер 42-ші, 50-ші, 13-ші, 7-ші, 3, 24, 35, 6-шы, 8, 9. Реттік сан есім 42-ші, есептік сан есім 3. Әрі қарай өздерің жалғастырыңдар. Балалар, оқулықпен жұмыс жасаймыз. 39-шы жаттығу суға жүзу. Өлеңді мәнерлеп оқып, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: өлең мазмұны бойынша не түсіндің? Екінші сұрақ: суда жүзудің пайдасы қандай? Үшінші сұрақ: суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың? Ойлан. Ойлайсыңдар балалар, сұрақтарға жақсы жауап бердіңдер. Енді үлгі дәптермен жұмыс жасайық. 41-ші жаттығу жазылым. Өлең жолдарының ретін тауып жаз. Балалар, жазған тапсырмаларымызды тексерейік. Ақ сүт берген анадай, асыр салып баладай. Зыр жүгіріп ағады, сусындатар даланы. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы ұқыпты орындадыңдар деп ойлаймын. Үйге тапсырма. 85-86 бет. 40-шы жаттығу. Есептік сан есімді реттік сан есімге айналдыру. Балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді кері байланыс арқылы бөлісіңдер. Сабақ аяқталды.